Қайырлы күн достар, Дана Абдыманап каналына қош келдіңіздер. Бүгін татар халқының ұлттық тағамдарының бірі эчпочмакты жасап көрсететін боламын. Құрамына керек өнімдер видео астындағы сипаттама бөлімінде көрсетілген. Ең алдымен жылы сүтке ашытқы және 2 ас қасық ұнды қосып, араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Барлық өнімдер бөлме температурасындай болу керек. Әрі қарай барлық құрамына керек өнімдерді қосып, араластырып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр осындай қолға кішкене жабысқақ болып тұру қажет. 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Көтерілген қамырды 10 бөлікке бөліп, дөңгелектеп формаға келтіріп шығамыз. Бетін жауып, тағы да 5 минутқа демалдырамыз. Салмасына ет, картоп және пияз керек болады. Барлығын майдалап тураймыз. Қажетінше дәмдеуіштер қоссаңыз да болады. Жайылған қамыр қалыңдығы 3 мм-ден жұқа болмау керек. Қызып тұрған пеште 160 градуста 30 минутта пісіп шығады. Пісуге 10 минут қалғанда алып, бетіне сары майдан салып, қайтадан пешке жібереміз. Пісу уақыты мен градусын өзіңіздің пешіңізге қарай бағдарлаңыз. Міне эчпочмак та дайын болды, өте дәмді болған, сіздер де жасап көріңіздер. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қойыңыз. Келесі рецептте кездескенше.